Енді сумканың ременін тоқимыз. Ременді карабинсіз жалғауға да болады сумкаға, немесе карабин арқылы тоқып жалғауға да болады. Карабинді әртүрлі болады. Менде мынандай карабин, кішкене тесігі бар. Дөңгелек карабиндер болады, немесе тесігі былай үлкен жалпағынан әртүрлі карабиндер болады. Сол әртүрлі жағдайда қалай тоқылатынын қазір көрсетемін. Әуелі карабинсіз тоқысаңыз, қалай тоқитынын көрсетейін. Шнурдың ұшын күйдіріп аламыз. 3 бос ілмекпен тоқып бастаймыз. Тігу үшін шамалы ұзындау қылып, сумкаға жалғау үшін ұзындау жіп қалдырамыз. 1, 2, 3 бастадық. Енді осының екіншісіне жайбаған тоқимыз. Және үшіншісіне жайбаған тоқимыз. Енді тоқымамызды былайынан айналдырамыз. Мынау біріншісінен біздің ілмегіміз шығып тұр, оны тоқымаймыз. Келесінен жайбаған тоқимыз. Және мына жерде былайынан бір ілмек тұр, бір тіні тұр, соны іліп аламыз крючокқа. Осыдан жібімізді өткіземіз және тоқимыз. Енді тағы айналдырамыз. Мына жіп шығып тұрғанына тоқымаймыз. Келесі, яғни ортаңғысына жайбаған тоқимыз. Енді мына жерде 2 жіп тұр. Жаңа біреу еді, енді 2 тұр. Осы екеуінен де крючогымызды кіргіземіз. Жіпті шығарамыз. Тоқимыз. Тағы да айналдырамыз. Дәл солай жалғаса береді. Ортаңғысына тоқимыз. Және мына жерде 2 жіп өзі көрініп тұрады. Сол екеуінен крючокты кіргізіп, жіпті шығарып тоқимыз. Осылай жалғаса береді. Қазір тағы мына жерге тоқимыз, жайбаған. Мына екеуінен крючокты іліп алып, жіпті өткізіп тоқимыз. Солай жалғастырып, қалаған ұзындыққа дейін тоқимыз. Және сумкаға осы қалдырған жібімізбен тігеміз, осылайынан, егер карабин болмаса. Енді карабин болған жағдайда қалай тоқимыз, соны көрсетейін. Енді егер сіздің карабиніңіз дөңгелек немесе мынандай тесігі үлкен болса, менде тесігі кішкентай, егер сізде тесігі үлкен болса, қалай бастаймыз, соны көрсетейін. Мынаны қазір дөңгелек карабин деп алайық, мысалы ретінде. Осындай дөңгелек болса, қалай бастаймыз. Жіпті крючоктан осылай өткіземіз. Ұшын қатты ұзын қалдырып керек емес, себебі сумкаға карабин арқылы бекітіледі. Сондықтан артық жіп керек емес. Осылай бір тоқыдық. Енді осы жерге 3 баған тоқимыз. 1, көрдіңіздер ме, крючокты осылай кіргіземіз. Жіп үстінде тұр. Жіпті іліп алып шығарамыз. Тоқимыз. 2 кетті, 3 кетті. Енді дәл жаңағыдай жалғастырамыз. Яғни тоқымамызды айналдырамыз. Біріншісіне тоқымаймыз, екіншісіне жайбаған тоқимыз. Және үшіншісіне жайбаған тоқимыз. Бұл бірінші қаттарда ғана осылай. Енді әрі қарай тағы жаңағыдай. Біріншісіне тоқымаймыз, ортаңғысына жайбаған тоқимыз. Және екіне көрініп тұр мына жерде. 2-тін осы екеуінен өткіземіз де тоқимыз. Болды, осылай жалғаса береді. Айналдырамыз. Мына жерге ортасынан тоқимыз. Екеуі көрініп тұр, сол екеуінен крючокты кіргізіп тоқимыз. Осылай жалғасып кете береді. Ал енді тесігі кішкентай карабинмен қалай тоқимыз. Ол үшін әуелі карабиннің тесігінен шнурымызды өткізіп аламыз. Осылай өткізіп жібереміз де бірінші ілмегімізді тоқимыз, жай ілмегімізді. Осылай айналдырып әкеліп, біріншісін тоқыдық. Енді мынау карабин дәл ортасында қалу үшін екінші ілмегімізге бұны қосып тоқып жібереміз. Яғни осылай жақындатамыз да, кәдімгідей тоқимыз. Екіншісі кетті, үшіншісі. Енді дәл жаңағыдай жалғастырамыз. Яғни мынаған тоқимыз жайбаған екіншісіне. Және мына ең біріншісіне тоқимыз. Ең біріншісі тығыз болады осылай. Енді әрі қарай дәл жаңағыдай жалғастырамыз.
яғни мынаған тоқимыз және мынаны іліп аламыз крючокқа. Тоқимыз. Дәл жаңағыдай аударамыз. Міне, екінші тұрған қатардан тоқимыз бағаннан. Мына екеуін іліп аламыз крючокқа және тоқимыз. Ол дәл осылай жалғаса береді. Міне, карабин ортасында қалады. Мына арасына кейін тоқ болғаннан кейін жасырып жібереміз. Сосын осылай дайын болады. Мінекей, ременді тоқып болдым қажетті ұзындықта. Енді осы ұшына карабинді қалай қосамыз, соны көрсетейін. Міне, соңғы қатарды тоққан кезде міне былай өткізіп алдық жібімізді. Карабинді жіпке өткізіп аламыз шнурға. Енді осы жерге қоямыз да тоқып жібереміз. Болды. Енді соңғы бағанымызды тоқимыз. Жіпті шығарамыз, шнурды. Міне осылай бекітілді. Енді мына қалған ұшты арасына өткізіп жібереміз. Мына жағындағы ұшты да арасына өткізіп жасырып жібереміз. Тығыз жерлеріне кіргізіп арасына жасырып жіберсек болады. Ұшын күйдіріп алыңыздар. Болды, осылай жасырып жібереміз. Мінекей, арасына кіргізіп жасырып жібердім. Ешқандай көрініп тұрған жоқ. Міне осылай көрінбейтіндей етіп жасырып жібересіздер. Мінекей, карабинді осылай бекітеміз екі жағынан. Сонымен сумкамыз дайын. Менің YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліп қойыңыз. Түрлі пайдалы сабақтар беріп отыратын боламын. Сау болыңыз.